Sizlerle birlikte men bugün biz kalkulatordan logikалық сұрақ қоямыз сіздерге. Ол былай: 2 тауық 4 күнде 6 жұмыртқа туады. Ал 12 тауық 10 күнде қанша жұмыртқа туады? Міне, 2 тауық 4 күнде 6 жұмыртқа туады. 6. Осылай көрсеттім. Ал 12 тауық 10 күнде қанша жұмыртқа туады? Жауабын білсеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен өзім білем. Міне, қараңыздар, қайттан айтайын ба? 2 тауық 4 күнде 6 жұмыртқа туады. Ал 12 тауық 10 күнде қанша жұмыртқа туады? Сонда 12-ні 10-ға көбейтсек 120. 120 деген жауап дұрыс емес. 125 деген де жауап дұрыс емес. 24 деген жауап дұрыс емес. Ол мысалы 12-ні 10-ға көбейтіп алып, көбейтеміз 10-ға. 120, Сонда 12 тауық екеуі 2-2-ден санасақ, 2-ні көбейтеміз 6-ға, 12 шығыпты бе? Сол 12-ні 6-ға көбейтейікші. 12-ні 6-ға көбейтсек, көбейту 6, 72. 72 деген жауапта дұрыс емес. Олай шықпайды. Ол жүздіктен тұратын. 3 бірліктен тұратын. Жауабын айтайын. Жауабы 180. Соны қалай шығатын комментарийға жазып кетіңіздер. Осымен видео аяқталды. Қош, сау болыңыздар.